Әлем нарығын жаулап жатқан қытайлық автокөліктер енді Қазақстанда шығарылмақ. Бүгін Алматыға сапарлап барған президент Қасым-Жомарт Тоқаев зауыттың құрылысын өзі бастап беріп, еңбек ұжымына сәттілік тіледі. Ал кәсіпорын басшысы концерн жұмысын бастаса, машина арзандайтынын айтып отыр. Қаншаға және елімізде қандай көліктер шығарылмақ, Досжан Маратұлы білді. Қытай төрағасы Си Цзиньпин 2 ай бұрын елімізге келгенде көптеген маңызды құжаттарға қол қойылған. Соның бірі қытайлық көліктерді елімізде шығару. Екі ел арасындағы келісім-шарт іске аса бастады. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алматыда кәсіпорынның құрылысын ресми түрде бастап берді. Жаңа мультибрендті автомобиль заводының құрылысына бастама беруіңізді сұраймыз. Президент құрылысты бастап бергені сол еді, жұмысшылар бірден іске кірісті. Бүгін іргетасы қалана бастаған зауыт жоспар бойынша 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында ашылмақ. Кейін кәсіпорында міне мынадай қытайлық көліктер шығарыла бастайды. Президент сол автомобильдерді көріп, зауыт макетімен, болашақ мүмкіншілігімен танысты. Жұмысшыларға сәттілік тіледі. Бұл жоба өте керек. Си Цзиньпин мырза биыл Қазақстанға келген кезде келіссөздер болды, құтты болсын деп айтқым келеді. Ал компания басшысы жаңа кәсіпорын машина жасау саласына тың серпін береді дейді. Бұл зауытта, келешек зауытта, сол Чаньян, Черри және Хавейл автомаркаларының 9 моделі шығарылатын болады. 100% шығарылған автокөліктердің бәрі жаңағы шанақты дәнекерлеу және бояу әдісімен шығарылатын болады. Шанақты 100% дәнекерлеу тәжірибесі елімізде бұрын болмаған дейді мамандар. Өйткені көлік дайын күйінде келетін. Енді бөлшектерге бөлінген күйі жеткізіліп, осында жасалмақ. Бұл логистикаға кететін шығынды азайтады. Көлік бағасын түсіреді. Әрі құнды одан сайын арзандату үшін орындық, пластик, мультимедиалық құрылғы секілді қосалқы бөлшектерді өзімізден шығару көзделіп отыр. Қосалқы бөлшектер осы Қазақстанда шығарылса, ол Қазақстанның жаңағы жұмыскерлері болады. Және де материалдарды осы Қазақстанда да алуға болады. Қазіргі кезде қосалқы бөлшектердің көбісі жаңағы Оңтүстік Корея Республикасынан, Қытай Халық Республикасынан, Ресейден, Европадан келіп жатыр. Соның бәрі осында Қазақстанда шығарылған болғанда жаңағы доллар мен теңгенің арасындағы жаңағы курсқа қарамайтын боламыз. Қысқасы, зауыт 2025 жылы жұмысын бастап, қосалқы бөлшектерде өзімізден өндіріле бастағанда авто бағасы 15%-ға түспек. Болжам сондай. Ал концернде жыл сайын 90 мың машина құрастыру көзделген. Оның 60%-ы экспортқа шығарылмақ. Досжан Маратұлы, Еркінжан Керімжан, Ботагөз Қайырбекова, Президент телерадио кешенінің көмегімен, Ұлттық арна, Алматы.